Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, каналы барлар, сіздерге арналады канал ашайын деп жатқандар. Мен ана антана тегін түрін дегенде, ол тегін емес ақпараттың, ол легальный тегін. Осыны қалай тегін көреді деген видео шығарып едім. Мен каналыма страйк келді. ютубтың өзі жіберді. ютубтың өзі жіберсе, ой жаман ол. ютуб қарамайды, сенімен спорласпайды, сразу сенімен сөйлеспейді де ол даже. Короче, я осындай опасный екен. В общем, осындай нелерді, мысалы Netflix дегендер тегін қалай көреді, қалай нетеді, андай қалай взломать етеді дегендерді нетуге болмайды. В общем, YouTube моментально страйк жібереді. Страйк деген ол каналға бан келеді. Ең бірінші каналға уведомление келеді, просто жай ескертеді. Екінші предупреждение келеді. 3 айдың ішінде тағы да предупреждение страйк ол. Тағы да страйк келсе, екінші 3 айдың ішінде үшінші предупреждение келсе, онда канал жабылып қалады уже. Все. Менде бір страйк пока. Опасно. 16 декабрьға дейін ұстау керек. Қауіпті. YouTube сөйлескісі келмейді менімен вообще. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыздар мен қуанамын. Қызыл кнопка бар, осыны подписаться басып қойсаңыздар жақсы болатын еді. В общем, не важно, ол приложение, программа, әйтеуір тегін түрін көрсетсеңіз болды уже, все. Страйк келеді, тегін болмайды ол. Мыналарға мән бермей-ақ қойыңыздар, олар енді YouTube уже индивидуально тексереді, өздері көреді, тексереді, значит, солай болды енді. Менікі бірақ Қазақ Телекомнан қарайды, Қазақ Телекомда ол платный болып кетті, уже соны түсіндірдім, бірақ YouTube оны түсінген жоқ. Мыналар бәрі уақытша, кейбіреуін көресіздер, скриншоттап алыңыз, сосын көбісі жоқ болып кетеді уже. Мынау жоқ болмайтын бар, ол легальный түрі сияқты. В общем, мен каналы барларға арналады бұл видео. Даже ойынның мен қазір платный түрін берсем сіздерге, премиум ойындарынан берсем, мысалы, там ой жақтан скачать етіп, на телеграмнан скачать етіп, бүйтіп, мына сайтын берсем, тіпті способын көрсетсем, все, мен видеома уже, то мына видеоға страйк келеді, ол болды, YouTube түрін етпейді. Мысалы, мен мысалы білемін, тегін қалай алу керек екенін, бірақ мен айта алмаймын, потому что YouTube заң бойынша тегін платный затты тегін көрсетуге болмайды деп отыр. Күшті ойын екен. Мынау да платный екен, бұйырса, платный болады екен. Жаман қызығым салады. Станьте пилотом дейді. Мыналар. Так, приложение сол кез келген, тек Netflix емес, кез келген категория. Міне, мыналар мысалы платныйлар, көрдіңіздер ме? Мен соны бесплатный түрін көрсетсем, сіздерге уже маған не береді? Компьютер, Android, iPhone болсын, бәріне касается, бәріне. Ол болмайды. YouTube біліп тұр, сен ол приложение, ол күнмен тегін команда болып жұмыс жасайды, а сен аласың, бұның тегін түрін шығарып бересің. Конечно, YouTube сіз жақта болмайды, ол целый корпорациямен команда болып жұмыс жасайды. Мысалы, сен аласың да, оны өзің жылы жерде отырып, тегін түрін көрсетесің. Ал адамдар сатып алудың орнына тегін түрін алады әрине. Сосын мыналар убытқа кетеді компаниясы. Яғни пайда жоқ, дым жоқ, компания жабылады, мотивация да болмайды. Құрметті каналы барлар, мен сіздерге көмегін көрсеттім бе? Подписаться басасыздар ма, лайк басасыздар ма? Мен қатты қуанамын.